Сәлем достар, сіздер Қазақ кино арнасындасыз. Бүгін мен сіздерге Генридің қылмысы деген қылмыстық триллер фильмін түсіндіріп беретін боламын. Фильм Нью-Йорк штатындағы Баффало қаласында ашылады. Онда біз Генри атты адаммен танысамыз. Ол жолақы қабылдайтын будкада жұмыс істейді және өзінің біркелкі, монотонды өмірін өткізеді. Бір таңертең түнгі ауысымда аяқтап, үйіне барып, әйелі Дебби мен таңғы ас ішуге келеді. Олар әңгімелесіп отырған кезде Дебби бала дүниеге әкелгісі келетінін айтып қояды. Бірақ Генри бұл идеяға салқын қарайды. Бұл Деббиді ренжітеді. Ол әлі Генри оны жақсы көре ме, көрмей ме соны сұрайды. Генри иә десе де, бет әлпеті басқаны айтып тұр. Бірақ олардың әңгімесі есіктің қағылуымен үзіледі. Және есіктің артында Генридің досы Эдди тұрады. Эддимен бірге Джо атты адам бар. Ол алды бақшада қатты құсып тұр. Олар Джоны ішке әкеліп, медбике болған Дебби оған күтім жасайды. Содан кейін Эдди Генриді бейсбол ойнауға шақырады. Бірақ Джо ауырып қалғандықтан ол қатыса алмайды. Генри бастапқыда бас тартқанымен, бірақ кейін келіседі. Алайда олар Баффало банкінің алдында жеткенде, Эдди мен оның досы тек банкоматтан ақша алуға бара жатқандай көрінеді. Бірақ іс жүзінде олар ұрылар болып шығады. Маска таққан олар қарумен банктың ішіне кіреді. Ал Генри шатасып көлікте қалып қояды. Кейін ол көліктің ұрланғанын және сымдарын бүлдіріп іске қосылғанын түсінеді. Бір сәттен соң қауіпсіздік дабылы қосылады. Эдди мен досы банктен қаша кетеді. Қауіпсіздік қызметкері Фрэнк Генридің ұрлар сияқты джинсы кигенін байқап, оны ұстады. Полиция бөлімінде Генридің шын мәнінде ұрлық жасамағанын түсінеді. Досының аттарын сұрайды, бірақ Генри ештеңе айтпайды. Сөйтіп, бейкүнә Генри 3 жылға сотталып, түрмеге жіберіледі. Түрмеде ол өзінің ұяшық серігі Макспен танысады. Ол бұрын сотты болған адам. Макс Генриге не үшін түрмеге түскенін сұрайды. Генри банк ұрлығы үшін айыпталғанын түсіндіреді. Бірақ оған әділетсіз айып тағылғанын қосып өтеді. Екі адам жақсы дос болып кетеді. Ал Макс данагөй адам сияқты көрінеді. Ол Генридің армандарының болмауы нағыз қылмыс екенін айтады. Түрмедегі барлық тұтқындардың бір кездері үлкен армандары болған. Бірақ өмірде бірдеңе дұрыс болмағандықтан олар осында жеткен. Ол Генриден армандары қандай екенін сұрайды. Бірақ Генри таңғаларлықтай ешқандай арманы жоқ екенін айтады. Келесі көрініс 6 айдан кейін өзгереді. Дебби түрмеге Генриді көруге келеді де, біреуге ғашық болғанын жасырмай айтады. Қызығы сол, Генри мүлде ренжігендей көрінбейді. Керісінше оған өмірде сәттілік тілейді. Бір жылдан соң Генри Макс пен басқа тұтқындармен уақыт өткізеді. Макс әрбір шартты түрде бостандыққа шығу қарауына келгенде, егер босатылса үйіне кіріп, итін өлтіріп, үйді өртеп, тыныс алатындардың тілін кесетінін айтып, шартты түрде қорқытқанын айтады. Әйтеуір ол итті өлтіріп үлгерген, тілін аман қалдырған. Бұл Макстың түрмеден ешқашан шыққысы келмейтінін және оны өзінің үйі деп қабылдағанын көрсетеді. Кейін Генри Макстан арманы қандай екенін сұрайды. Ал қарт адам өзінің арманы түрмеде қалу екенін айтады. Кейін Генридің шартты түрде бостандыққа шығуы қарауы болады және ол да түрмеден кеткісі келмейтіндей көрінеді. Алайда Макс оған тәртіпті болуға кеңес береді және бір-бірін қайта көрмеулерін қалайды. Кейін Генри шартты түрде бостандыққа шығарылады және ертерек түрмеден шыққан. Ол үйге қайтады. Бірақ Деббидің қазір Джомен, яғни құсқыш адаммен қатынаста екенін және жүкті екенін көреді. Генри өз заттарын жинап жатқанда, Джо оған жұмыс ұсынады. Ол пирамида схемасы болып шығады. Генри бас тартқанымен, Джо оған полицияға атын айтпағаны үшін алғыс айтады. Бірақ Генри оның атын білмейтінін жауап береді. Сол кеште Генри теледидардан бір әйелдің Баффало қалалық лотереясын жарнамалайтынын көреді. Келесі күні қызығушылық танытып, не істерін білмей, Баффало банкінің алдына оралып, себепсіз қарап тұрады. Кенеттен бір көлік шығып, оны қағады. Көліктің жүргізушісі Джули атты әйел болып шығады. Ол оны ақымақ деп атайды. Бірақ қауіпсіздік қызметкері Фрэнк оның телефонда алаңдағанын сөгеді. Ол мейірімді болып көрінеді және Генриді жақын кафеге жеткізеді. Джули оны ауруханаға апаруды ұсынады. Бірақ Фрэнк оның жақсы екенін ұсынады. Генри оның лотерея жарнамасындағы әйел екенін түсініп, Баффало ойынын ойлауды қалайды. Джули кеткен соң, Фрэнк дәретханаға барады да қабырғадағы ескі газет мақаласын оқиды. Мақала 1930 жылдары Баффало банкінде болған ұрлықты сипаттайды. Ұрлық топты қылмыскерлер арқылы жер асты жолымен жүзеге асырылған. Бұл жол бұрын заңсыз ішімдік тасушылар қолданған. Жол көршілес театрдан өтеді. Онда топ бірнеше миллион доллар ұрлық жасайды. Генри бұл көріністі көріп идея ойлайды және Максты түрмеден кездестіруге барады. Ол арманы Баффало банкын ұрлау екенін айтады.
дәл өзі әділетсіз айыпталған қылмыс. Генри Макстан көмек сұрайды, бірақ қарт адам мұндай күлкілі арманда шок болады және түрмеден шықпайтынын, бұл оның үйі және арманы емес екенін айтады. Генри оны қайта ойлануға көндіруге тырысады. Өмірін босқа жоғалтпай, тордың артында өлмесін деп үміттенеді. Содан кейін Генри банкке көршілес театрға барады. Ол жерде Джули орыс пьесасын дайындық үстінде екенін байқайды. Режиссер қатал болып, Джулидің жұмысын сынға алады. Ол ренжиді. Джули Генриді байқап қалып, екеуі жақын кафеге барады. Генри оның актерлік өнерін мақтайды. Ол риза болады және оқиғаны сотқа бермеген үшін де алғыс айтады. Басқа көріністе Макс шартты түрде бостандыққа шығу қарауына келеді. Таңғаларлығы, ол жақсы тәртіп көрсетіп босатылады. Тіпті бұрын кемінде 30 рет біреудің отбасын өлтіремін деп қорқытқан болса да. Кейін Генри оны алып кетуге келеді. Бірақ Макс Генридің көлігінің жоқтығына таңғалады. Бұл оны ренжітеді. Ол түрмеге қайтпақ болады. Бірақ Генри оны тыныштандырып, автобус станциясы алыс емес екенін түсіндіреді. Содан кейін олар ұрлық жоспарын құрып кафеге барады. Сол жерде Макс картаның 80 жыл бұрын жасалғанын байқайды. Ол жоспардың ақмақтық екенін, себебі осындай ескі газетке сенуге болмайтынын айтады. Ол Генриден мылтық бар ма деп сұрап, бірақ Генри жоқ дейді. Өйткені ешкімге зиян келтіргісі келмейді. Екеуі банкке барып, жаңа клиенттер ретінде өзін көрсетеді. Макс өз харизмасын қолданып, қызметкерден банктың тарихын сұрап біледі. Ол бала кезінде өзінің ағасының барлық ақшасын осы сейфке салғанын, және бұл жер 3 жыл сақталады деп айтқанын ашады. Ол сейфтің әлі сол жерде ме деп сұрайды. Қызметкер бәрі 1891 жылдан бері сол қалпында екенін растайды. Қызметкер қандай есеп шот ашқысы келетінін сұрап, бірақ екеуі ойланып көреміз деп айтып, сол жерден кетіп қалады. Бұл кезде Фрэнк оларды байқап қалады. Содан кейін олар туннельді іздеу үшін театрға барып, Джулиді қайта кездестіреді. Макс оған бір кездері өзі актер болғанын және осы театрда өнер көрсеткенін айтады. Ол Саймон атты қызметкермен достасып, оларды театрмен таныстыруын сұрайды. Сол кезде Макс бірнеше жыл бұрынғы ескі туннель туралы сөйлей бастайды. Кәдімгі Саймон туннельдің шығуы басты актердің гримеркасында екенін, бірақ 1931 жылы оны тығындалғанын ашады. Макс театрда жұмыс істеуге өз еркімен келіседі. Саймон қуана қабылдайды. Осы уақытта Генри мен Джули әңгімелесіп, Джули Макс оның әкесі ме деп сұрайды. Генри жоқ деп жауап беріп, Джули одан не істейтінін сұрайды. Генри жақында түрмеден шыққанын және оған қызға бастағанын айтады. Сондықтан репетициядан кейін кешкі асқа шақырады. Джули келісіп, тіпті түрмеде не үшін болғанын сұрамайды. Кешке Генри дайындалып мейрамханаға келеді. Джули кешігіп шаршап келген. Ол бұл жерден шаршағанын, пьесадан кейін Голливудқа барып актерлік мансабын жалғастыратынын айтады. Ол не үшін түрмеге түскенін сұрайды. Генри бейсбол ойнаймын деп ойлағанын, бірақ әділетсіз айыптауға ілінгенін айтады. Кейін ол шын мәнінде банкты ұрлауды жоспарлап отырғанын ашып айтады. Джули таңғалып, көңілді болады. Содан кейін олар Джулидің үйіне келеді. Ол Генриден сценарийді оқып, рөлге дайындалуын сұрайды. Джули оны басты рөлге ойнауға шақырады. Генри керемет өнер көрсетеді, табиғи актерлік қабілетін көрсетеді. Сол кеште екі жақты сезімталдық пен махаббат басталады. Келесі күні Генри Джулиді өз үйіне алып келеді. Макс оны бастапқыда байқамайды және ұрлық туралы айтады. Ол дүрбелеңге түсіп, Генри Джулиге бәрін айтқанын және ешкімге айтпайтынын сендіреді. Макс оған ашуланса да, Генри оны беконысына отырып тыныштандырады. Кейін Макс театрға ерікті болып келіп, басты актердің гримеркасына кіру керек екенін түсінеді. Бұл ескі туннельге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Ол басты актерді Генриді ауыстыру жоспарын жасайды. Бірақ Генри бұл идеяны дұрыс емес деп ойлайды, себебі актерлік қабілеті жоқ. Келесі күні пьесаның басты актері үлкен рөлді басқа жерде алатын болғандықтан қызметтен кетеді. Бұл режиссерді және бүкіл команданы ренжітеді. Сондықтан Макс жағдайды пайдаланып, Джулиге Генри рөлге тамаша деп сендіруге тырысады. Джули бас тартады, өйткені Генри ешқашан актер болмаған. Бірақ Макс оны көндіріп, ұрлық жоспарына көмектесетінін ашып көрсетеді. Джули Макстың барлығын миссия үшін ұйымдастырғанын түсініп, оған көнеді де Генриді рөлге ұсынуға келіседі. Режиссер оны жалдаудан бас тартса да, Генриге кастингке қатысуға мүмкіндік береді. Бастапқыда ол нашар өнер көрсетіп, кейін керемет өнер көрсетіп, бәрін таңғалдырады. Нәтижесінде Генри басты рөлге таңдалады. Бұл оған банктың сейфіне апаратын туннельге қол жеткізуге мүмкіндік береді. Екеуі гримерка қабырғасын бұзып, туннельдің тығындалғанын байқайды. Өздері істей алмайтынын түсініп,
біреуді жалдауды шешеді. Сол кеште олар Джомен кездеседі. Ол пирамидалық схема сәтсіз аяқталғаннан кейін күйзеліске түскен, деп бейді, және баланы қамтамасыз ете алмай қалған. Олар оған ұрлықта рөл ұсынады. Ол қуана келісіп, келесі күндер үшін туннель қазуға және Генри пьесаға дайындалуға тырысады. Бір кеште театрдан шыққанда, Фрэнк кенеттен пайда болып оларды тоқтатады. Ол банкке алғаш келгеннен бастап бақылап келгенін, театр маңында жүргендерін көргенін айтады. Фрэнк олардың ұрлық жоспарлап отырғанын сезеді, бірақ аңдатпайды. Керісінше оларға қосылғысы келеді. Ол ай сайын брондалған көлік әріптес филиалдардан ақшаны жинап, сейфке жеткізетінін айтады. Кейде 8-12 миллион доллар түсетінін ашады. Ол ішкі адам ретінде көмектесуге дайын екенін айтып, қауіпсіздікті айналып өтіп, даблды өшіруге уәде береді. Бірақ үштік бұл мүмкін алдау деп ойлап, Фрэнктен не үшін екенін сұрайды. Фрэнк өмірін баяндайды. Бірнеше жыл бұрын әйелі ауыр науқасқа шалдыққан. 30 жыл банк қызметінде болғанына қарамастан, ешқандай көмек көрсетілмеген. Бар зейнетақысын емдеуге жұмсаған, бірақ әйелі қайтыс болған. Жүрегі сынып, қалтасы бос қалған. Ол 2 аптадан соң зейнетке шығатынын айтады. Сондықтан қаржысын қамтамасыз еткісі келеді. Топ оның хикаясын естіп, оған қолдау білдіріп, жоспарына қосуға келіседі. Келесі күні театрда репетиция жалғасады. Бірақ режиссер Джулиге эмоция жеткіліксіз деп сөгуді жалғастырады. Ол ешкімді жақсы көрмегенін айтып, сезім түсінбейтінін айтады. Джули ренжіп, жылап Генридің артынан кетеді. Ол оны жұбатады. Бірақ Джули жақсы актриса екенін, тек адамдар оның суық екенін айтқанын түсіндіреді. Генри оның суық еместігін сендіріп, сүйеді. Олардың қарым-қатынасы нығая бастайды. Сол кеште Генри мен Макс ұрлыққа дайындалып отырғанда, кенеттен есіктің қағылуы болады. Генри есікті ашады. Джо мен оның қиындық тудыратын досы Эдди келгенін көріп таң қалады. Джо мас болып, бәрін Эддиге айтып, енді ол да ұрлыққа қосылғысы келген. Макс Джоны бірден ұнатпайды, әрі оның тек бос сөз айтып отырған болуы мүмкін екенін, ештеңе жоспарламайтынын ескертеді. Бірақ Эдди оған сенбейді, және екеуі ашулы дауласуға кіріседі. Жағдай дерлік физикалық төбелеске айналатын сияқты болады. Бірақ Генри уақытында араласып, Эддиді жоспарға қосуға келіседі. Келесі күні Генри театрға келеді де, пьесаның премьерасы ұрлық күнімен бірге қойылғанын біледі. Бұл оны қиын жағдайға қалдырады. Себебі ол Джулиге ғашық болып қалды, және оны тастап кеткісі келмейді. Алайда Макс оны ескертеді. Генри оны ұрлыққа қатысу үшін түрмеден шығарған. Сондықтан қазір кері шегіне алмайды. Кешке Генри Джулиге олардың банк ұрлығын спектакльдің бірінші күнінде жасау керектігін айтады. Яғни ол спектакльден кейін кетуі керек. Бұл Джулиді ашуландырады. Себебі Генри енді пьесаның басты рөлін атқарып отыр, және спектакльсіз оның қатысуы мүмкін емес. Ол Генри оны тек театрға кіру үшін пайдаланған деп ойлайды. Бірақ Генри мұның олай еместігін түсіндіруге тырысады. Генри ұрлықтан кейін оны Калифорнияда күтуге көндіргісі келеді. Бірақ Джули бас тартады және кетуге рұқсат береді. Бірнеше күннен кейін сол үлкен кеш келеді. Театрда бәрі премьераға дайындықпен айналысады. Сол уақытта банкте ақша таситын брондалған көлік келіп, сейфке ақшаны жеткізеді, және Фрэнк сигнал береді. Генри пьесада ойнауын жалғастырады. Бірақ өз сахнасы аяқталған соң, достарына көмектесуге жүгіріп барады. Ал Макс, Джо және Эдди туннельге барып, ұрлықты бастайды. Алайда Джо қайтадан ауырып, құсуды бастайды. Ал Эдди техникамен шебер көрінген, балқыту құралдарын қолданып сейфке қол жеткізеді. Содан кейін олар сейфті ашып, үлкен ақша сомасын ұрлап алады. Барлығы жоспар бойынша жүреді. Олар ақшаны қаптарға салып, гримеркаға тасиды. Алайда кенеттен Эдди өзінің шынайы бет бейнесін көрсетіп, Максқа тапанша тақап, орнынан кетуін бұйырады. Ол Джоға ақшаны тиеп, кетуін бұйырады. Джо бұны жасамауын өтінеді, себебі өз үлестерін алған. Бірақ Эдди қарсы шығады. Сол кезде Генри бөлмеге кіріп, Эдди оны да қорқытып, Максты тапаншамен ұрады. Алайда Макс тез тұрып, Эддиді қарудан айырады. Оны қатыгез соққы жасамас бұрын тоқтатады. Екеуі қару үшін күреседі. Ұрыс кезінде тапанша оқ атылып, Генридің аяғын жарақаттайды. Кейін Макс Эддиді жерге құлатып, оны байлап аузына тығады да туннельде қалдырады. Содан кейін қалған топ ақшаны көліктерге тиеп кетеді. Алайда жол бойында Генри кенет тоқтауды сұрап, театрға қайтуы керегін айтады. Джо таң қалады. Бірақ Макс жағдайын түсініп, оған жіберуге рұқсат береді. Генри театрға оралып, пьесаны аяғы қансырап тұрған күйінде бұзады. Батыл қадам жасап, Джулиге өз махаббатын жария түрде білдіреді. Бұл Джули мен көрерменді таңғалтып, фильм көрермені сияқты шатасып қалады. Кездейсоқ
Бұл көрініс пьесаның сюжетінде сәйкес келеді. Сондықтан көрермендер одан әсерленеді. Ашулы Джули Генриден кетуді сұрайды. Бірақ ол бас тартып, Мәскеуде кездесуін өтінеді. Джули бас тартады. Бірақ көрермендер оны қабылдауға үміт етеді. Режиссер де қызығушылық танытып, жарықты сөндіріп, Джулиден жауабын тез беруді өтінеді. Джули дауыстап иә демейді. Бірақ кенеттен күлкісі оның махаббатты қабылдағанын көрсетеді. Ол Генридің бетіне еңкейіп, сүйіспек болады. Бірақ біз не болатынын көрмей тұрып, фильм осы жермен аяқталады. Көргендеріңізге көптен көп рахмет.